Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең жұмсақ булочкалар жасайтын боламыз. Ол үшін бірінші каналға тіркеліп, және лайк басуды ұмытпаңыздар. Қараңыздаршы, қандай үлпілдеп тұр. Керек заттар алдымен бізге ұн, тұз, қант, дрожжи және жылы сүт, еріген сары май. Қалауыңыз бойынша жұмыртқа қоссаңыз да болады. Жылы сүт болу керек міндетті түрде. Сүтімізді алып, оның бетіне қарай құйып, оның үстіне қалған заттарымызды кезекпен саламыз. Ең соңына таман дрожжіні қосамыз. Дрожжіні қосқаннан кейін міндетті түрде 5 минутқа қалдырыңыз. Енді қыздар, осы қоспалардың бәрі қосылғаннан кейін жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Қамырыңыз міндетті түрде жұмсақ болуға тиіс. Сол кезде сіздің жасаған булочкаларыңыз міндетті түрде жұмсақ үлпілдек болып шығатын болады. Қамырымызды илеп болдық. Енді осыны 1-1,5 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Қамырымыз көтерілуі қажет. Мінекей осындай болып көтерілді қыздар. Енді булочкалардың формаларына кірісеміз.
Қыздар, міне сіздерге 10 шақты булочканың түйілу жолын көрсеттім. Енді міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы қамырларды алып, листімізға салып, пергамент немесе астын майлап, міндетті түрде 15-20 минутқа бетін орамалмен жауып қалдырамыз. Булочкаларыңыз пергаментте немесе листіміздің үстінде көтерілуі қажет. Енді екі жұмыртқаның сарысын алдым мен. Осыны булочкамыздың бетіне жағып шығамыз. Жаққаннан кейін ыстық болып тұрған духовкамызға 200 градуста 25 минутқа пісіріп аламыз. Қараңыздар, қандай әдемі булочкалар болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз және лайк басуды да ұмытпаңыз. Егер сұрағыңыз болса, міндетті түрде комментарийға қалдырыңыз. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы.